Мен Жақсықылыш кенттік кітапханасының тұрақты оқырманы, номері 19 орта мектебінің 6 сынып оқушысы Уәлихан Әлшермін. Әбділда мұрасы және цифрлық әлем атты облыстық байқауға қатысамын. 20 ғасырдағы қазақ көркем сөз өнерінің өсіп толысуына, қарыштап дамып, әлемдік өркениетті әдебиеттердің қатарынан орын тебуіне ірі үлес қосқандардың бірі Сыр елінің саңлақ ұлы Әбділда Тәжібаев. Әбділда Тәжібаев 1909 жылы қасиетті Сыр бойында Қызылорда қаласында дүниеге келген. Әкесінің 6 жасында айырылған ол, анасы Айманкүлдің тәрбиесінде өседі. Әбділда Тәжібаев ақын, драматург, ғалым, Қазақстанның халық жазушысы. Ақынның жаңа ырғақтар, оркестр, аралдар, жаңа өріндер және тағы басқа жыр жинақтары бар. 1935-1937 жылдар аралығында Әбділда Тәжібаев ақындық жолда үлкен табыстарға қол жеткізді. Ол өзінің абайынан, орыстың Пушкинінен, Некрасовынан, Украинаның Шевченкосынан, немістің Генесінен үйрене отырып өсудің дәлеліндей болған Сырдариясын осы жылдары жарыққа шығарды. Бүгінде Сырдария сыр бойлықтарының гимніне айналып кеткен өлең. Сырдария. Білем сені, сүйем сені, сырдың суы қартанам, сенсің мені әдейлеген, туған сенен мен балаң. Сүйсе гене, анам десе, сүйген суы рейнесін, сырдың суы туған олда, өз ақынын гейнесін. Жасса Тараз Днепрді, жасса Пушкин еділді, неге маған жырламасқа, сырда туған елімді. Ел анасы менің анам, сырдың сұлу өзеңі, қуан ана ақыныңның келді жырлар кезегі. Келдім бүгін, көрдім сені, сүйсең міне маңдайым, құшағыңда отырмын мен, көріп көзмен ел жайын.